Міне мынау құрт тамыр деген өсімдік, емдік шөп. Құртқа ұқсап қалған қарасаңыздар. Міне былайынан. Бірінші жылы құрт болып кіреді, екінші жылы осындай өсімдік болып шығады. Мынау құрт болып кіріп, міне өсімдік жоғары қарай былайынан шығады. Енді бұның құрты тамыр ғана пайдалы. Себебі бұл тамыры өте көп ферментке бай, соның ішінде мынау зобқа пайдалы, йодқа бай. Қалқанша бай безді білесіздер, күніне адамға керекті мөлшерде йод жетіспегендіктен зоб пайда бола бастайды көптеген адамдарда, оның емін табылмай жатады. Оны йодқа бірден гормондар бөлдіруге болмайды, себебі гормон көбірек бөлініп кетсе, ол наоборот асқындырып жібереді. Сол қалқанша безді емдеу үшін, былайша айтқанда зобты емдеу үшін осы құрт тамыр өнімі қолданылады. Құрт тамырдан дәрі жасаймыз біз. Енді бұл құрт тамырдан дәрі жасаймыз деп жатыр ғой. Одан бөлек бұның тағында пайдасы бар. Бұл именно қандағы гемоглобинді тұрақтандырады. Жоғары болса төменге, төмен болса жоғарыға. Көбінесе мынау жас кездерінде иммунитеті слабыйлар болсын, басқасы болсын, гемоглобині түсіп кетеді, көбінесе әлсіреп жатады, талып жатады. Осы нәрсені реттейтін осы құрт тамыры. Одан бөлек кеше бұған дейін де ішіп жатқандар отзывтарын беріп жатыр, рахметін айтып жатқандар бар. Жүрегім қатты соғатын еді деп. Иә, бұл жүрекке де пайдалы. Жаңа қанды сұйылтады деп айттым ғой. Көбінесе адамдардың қаны қою, қимыл қозғалыс аз болған соң, шаршағыш болған соң, иммунитеті слабый болған соң қан қоюлана бастайды. Қан қоюланған адамдарда көптеген аурулар пайда болады. Оның біріншісі жүрек ауруы. Жүрек ауырған соң көптеген адамдар операция жасатады, жаңағыдай стент салдырып алып жатқандар бар. Дәл соған осы құрт тамыр өте жақсы ем болады. Неге дейсіздер ғой? Себебі қан қоюланған сайын жүрек бір рет соғатын жерде екі рет соғады, үш рет соғады, нагрузка түскен сайын клапаны көбірек соғуға тура келеді, көбірек күш жұмсайды. Соның нәтижесінде жүрек әлсірейді. Дәл соған осы құрт тамыр арқылы дәрі жасап береміз, сол емдейді. Және ол бір адамның жаңағы отзывын салып қойсын, осы жерге қалғандарын жаңағы WhatsApp статустан көрсеңіздер болады. Одан кейін бұның сұрақтары бар. Бауырдың солғаны, бауырдың майланғанына ем бола ма деген. Иә, бұл бауырдың емделу үшін біз тек қана осы құрт тамырдың өзінен ғана жасамай, комплекті дәрі жасап шығардық. Шығардық болғанда, оны баяғыдан жасай береміз. Бұл кездекті бір көрген видеоларыңыз ғой енді. Мынау салау бас дейді қазақша, балапан шөп деп жатады. Орысшасы бессмертик. Осыны да қосамыз. Бұл бауырдың майланғанына, бауырдың жаңағы ауруларына өте жақсы көмектесетін бірде-бір өсімдік. Бұның пайдасын сіздер интернетке жазсаңыздар да шығады, басқа жаққа жазсаңыздар да бәрі біледі. Ел аузына жүрген емдік шөп. Осыны да қосамыз. Енді одан кейін бүйрек дейді. Бүйректі емдей ма деген сияқты. Бүйректе көп адамдарда отказ береді, немесе солып қалады. Көбінесе отказ бермей жатып, осы құрт тамырдан комплекті жасалған дәріні ішкендеріңіз дұрыс болады. Себебі бүйрек ауыра келе, бір күні бір жақ сол жақ, немесе оң жақ бүйрек істемей қалады. Диализге отыратындар бар, басқасы бар, жаңа жасанды аппараттармен дәрет сындырып жүргендер бар. Сондай жағдайға түсіп қалмас үшін алдын алу керек. Оның алдын алу үшін осы құрт тамырдан жасалған дәріні ішу керек болады. Егер сіздер алдын алып емделмейтін болсаңыздар, ауырып жүргенін біліп жүрсіздер, екі бүйрек солқылдап, болмаса байқайсыздар ма, бүйректің қалай ауырып жатқанын. Мынау кейбір кездер болады, бүйтіп демалған кезде деп анау ауызбен демаламайсың, тек қана мұрынмен ғана демалатын. Сәл ауызбен демалатын болсаң, мынау мына жақ шаншып қатты ауырып кетеді. Вот, бауыр, бүйрек осыларға ем болатын бірден бір емдік өнім осы құрт тамыр. Құрт тамырдың тағы да емдік қасиеті ұйқы безін жақсарту. Ұйқы безінің білсеңіздер өзі екі маңызды қызметі бар. Соның ішінде қанға гормондар өндіру. Альфа, бета, дельта деген жасушалар бар. Әрқайсының өзі жеке гормондар өндіреді. Соның ішінде бета, инсулин гормон өндіретін жалғыз жасуша ұйқы безіндегі. Енді ұйқы безі жаңа дұрыс болмағандықтан, дұрыс жұмыс жасамағандықтан, ол дұрыс гормон бере алмайды, инсулин. Жаңа инсулин қабылдап жүргендер біледі, сахарный диабетке. Именно сахарный диабетті емдеу үшін осы инсулин гормоны дұрыс бөліну керек, және қан қоюлан болу керек. Мұнан айтты ғой, қанды сұйылтады құрт тамыр деп. Енді ұйқы безінің екінші маңызды қызметі бар. Өтпен бірге қосылып, жаңағы майларды ыдыратады. Ұйқы безінің бұл жерде қызметі майларды, көмірсуларды, белоктарды ыдыратуға арналған
жаңағыдай ферментті өндіріп отырады. Енді бұдан бөлек өт толған, өт қисайған деген болады. Өт қисайған дегенде еш жерде емдей бермейді. Былайша айтқанда оның емделіп кетуі өте қиын, болмаса вообще емделмейді деп жатады. Негізінде олай емес, оны емдеуге болады. Себебі мен өт толғанды өзім емделдім, онымен емдеудің жолдары бар. Ал өт қисайғанды оны еш нәрсе емдей алмайды. Мынау құрт-тамырдан басқа. Өт қисайып, осы аурумен жазыламай жүргендер болса, осы құрт-тамырдан жасалған өнімнен ішу керек болады сіздерге. Жаңағы сахарный диабет, өт толған, өт қисайған, зоб, жаңа қалқанша безге бұл да гормон өндіреді ғой, йодты жетіспеушілігін тудырғандықтан пайда болып отырған зобты емдейді. Және бауырдың майланғанынан көптеген аурулар пайда бола бастайды. Жас ерекшеліктеріне қарай ол жаңа бауырдың солуы, майлануы ол көбейе береді, жалғасын таба береді. Бүйректі ертер емдемесе, ол екі бүйрек отказ беретіндер бар даже. Сол нәрселердің алдын алады. Енді осы құрт-тамырмен емделу үшін 877-257-14-19 WhatsApp-ына жазыңыздар. Айтпақшы, адам тамырды қосамыз, себебі бұл адам тамыры ең мықты қасиетке ие. Осы қандағы жасушалардың барлығын оятатын, клеткаларды тірілтетін және де иммунитетті көтеретін қасиетке ие. Егер біз ағзаны дұрыс тазалай алсақ, ағза өзін-өзі жаңағыдай ауруларын емдеп жазалатын қасиетке ие. Именно осы ағзаны тазалау үшін және де жасушаларды тірілту үшін адам тамырды әдейі қосамыз. Жаңағы мыңдаған клеткалар бар тілдегі және табандағы, солардың барлығын оятады және жасушаларды оятып қана қоймай, олардың ары қарай дұрыс жұмыс жасауына ықпал ететін бірден-бір ең мықты өсімдік осы. Және бұны жен-шен деп атайды. Енді осы құрт-тамыр өнімінен жасалған емдік дәріні алу үшін маған 877-257-14-19 WhatsApp-ма жазыңыздар. 450 мл шамасы болады көлемі. Оны 18 күн шамасында ішесіз. Одан асып кетуі де мүмкін. Енді ол сіздердің қандай қасық пайдаланғандарыңызға байланысты. Күніне 2 немесе 3 мезгіл қалауларыңызға сай. Азанда, әбетте, кешке тамақтан жарты сағат алдын ішу керек бұл өнімді үлкен қасықпен. Егер асқынған аурулар болады, онкологиялық болмаса жүректегі стенді барлар, олар тек 2 мезгіл ішеді. Бастапқысында кішкентай қасықпен бастаңыздар, 2-3 күн, одан кейін үлкен қасыққа қоса бересіздер. Одан кейін сұрақтар туындап жатыр. Мен бұған дейін де гормональный дәрілер ішіп жатырмын, болмаса андай дәрі, мындай дәрі, олармен қатысып кетпей ма, араласып кетпей ма, бола ма, болмай ма деген сияқты. Олармен де араластырып іше беріңіз. Бұл басқа дәрілерге ешқандай да қатысы жоқ және де кері зияны жоқ. Сондықтан іше беруге болады. Мынаны ішкеннен кейін өзіңіздегі жеңілдікті байқасаңыз, басқа дәрілерді 3-4 күн, 5-6 күннен кейін тоқтата салуға болады. Тіпті сахардікін болсын. Себебі сахардікін ішіп жүрсеңіз, мынаны ішкеннен кейін бір 5-6 күнде уже результат бере бастайды. Сол кезде сахардікін қойып, мынаны ішіп жалғастырып кету керек. Енді бір апта 10 күнде результат көрдім деп жазып жатқандар бар маған. Бірақ сіздер олар сияқты жалпы барлықтарыңыз 10 күнде жазылдым екен деп қалған ішпей қоймаңыздар. Себебі барлық аурулардың қалдықтары деген болады. Оны толығымен жазу үшін толық ішіп тастау керек. Чтобы ертеңгі күні қайтадан қайталанбас үшін. Енді кімдерге ішуге болмайды? Ең алдымен екі қабаттарға ішуге болмайды және 7 жас пен 60 жас аралығындағыларға ғана қолдануға болады. Басқа да сұрақтарыңыз болатын болса, маған WhatsApp-қа жазыңыздар. Соған сай сұрақтарыңызға алдағы уақытта да видео түрінде жауап беремін. Менің WhatsApp номерім 877-257-14-19.